Достар, баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін тауық етін дәмді етіп маринадтап, духовкада пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін қарамас бұрын менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Мен шамамен 1 килограммдай тауық етін маринадтаймын. Бұл жерде тауықтың жамбас еті және де тауықтың төс еті. Тұз қосамыз, қара бұрыш, паприка, менде копченая паприка, тауыққа арналған дәмдеуіш, соя және де сұйық майды қосып, әдемілеп жақсылап тұрып араластырып, 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Тауыққа кез келген гарнир жасауға болады. Мен картопты тауықпен бірге қосып, духовкада пісіремін. Картопқа кішкене сұйық май қойып араластырамыз. Міне 1 сағат өтті. Енді тауықты табаға салып, соңындағы сұйықтықтың барлығын құямыз. Картопты саламыз. 180 градус қызып тұрған пеште 45-50 минут пісіріп аламыз. Мен турасынан 50 минут пісірдім. Барлығы жұп-жұмсақ болды. Өте дәмді болады. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, және де менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта өте көп рецепттер болады. Сіздермен бірге болған Мөлдір, сау болыңыздар.